Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Кезектегі сабақты бастаймыз. Яғни әрдайымдағыдай біз сабақты мұғалімдердің рейтингімен бастаймыз. Мұғалімдердің шығарған есептері және жинаған байлары. Жақсы, ағылап сабағымызды жалғастырамыз. Яғни курс язык программирования C++. Осының ішінен шығарып жатқан болатынбыз. Операторы циклы және шартты алдын ала тексеру операторы. Немесе while операторы. Өткенде сіздермен біргелікте осы жердегі есептерді шығарған болатынбыз. Енді кезектегі есеп банковская процента дейді. Яғни бірінші әрдайымдағыдай есептің шартымен танысып аламыз. Яғни есептің шартын оқып аламыз. Және түсініп аламыз. Кейін алгоритмін құрамыз. Яғни берілгені бойынша банкке ақша салынады екен, яғни депозитке. Мысалға X рубль салсақ, және оған әр жыл сайын 1% мініп отырады екен. Және оның қалдығы, яғни бөлшек бөлігі бар ғой, ол алынып тасталып отырады. Және бізден сұрап отырады, қанша жылдан кейін салынған X рубльдегі ақша Y-ге тең болады екен. Тең болады немесе асып кетеді, осыны анықтауымыз керек. Енгізу форматында бізде берілген X, P, Y натурал сандары берілген. Және оның мәндері бар, яғни 1000-нан кіші болу керек X пен Y, және P 100%-дан кіші болу керек пайызда. Шығару форматында тек қана бір санды шығаруымыз керек. Яғни неше жылдан кейін. Енді берілгені бойынша, мысалға, бастапқыда 100 рубль салынады екен, 10%-бенен қанша жылда 200 рубль болады. Яғни әр жыл сайын біз 10%-ын қосып отырсақ, мына жерде 8 жылда 200 рубльге жетеді екен. Оны математикалық жақтан алдын ала талдап алуымыз керек. Яғни біз не істейміз? Берілген X санын мына пайызға көбейтіп отырсақ, яғни мына P бөлінген 100 болады. Осыған көбейтіп қосып отырсақ, бізге қанша жылда екен табуымызға болады екен. Келесі, мысалға 13 рубль салады, 20%-дан 60 рубльге қай уақытта жетеді екен, яғни 9 жылда жетеді екен. Енді осыған біз алгоритм құрайық, және осының программасын құрайық. Сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Қалай құрылуы мүмкін? Бастапқыда мәндерді берейік біз. Есептің шарты бойынша бізге X саны беріледі. Салынған ақша және пайызы, және бізге қанша жылда Y-ге жетеді екен. Мап барлығы бүтін сандар, яғни натурал сан деп айтылған. Арасын ашып жазамыз, split. Келесі, енді біз не жасаймыз? Қандай да бір санағышты алайық. Санағышты итерация есебінде I деп алсам болады, немесе K деп алсақ болады. Енді үйреніп қалғанымыз, мысалға I деп ала берейік. Біз I-дің мәні бастапқыдан 0 болсын. Енді сумманы қосындыны есептеп отыруым керек мен. Егер қосындының мәні жаңағы Y-тан асып кету керек қой. Сондықтан мен X-тің мәнін бастапқыда алып аламын. Яғни X-ті мен несем 100-ге көбейтемін. 100-ге көбейтемін. Яғни мен бұлай жазсам да болады. Осыны қысқартып бұлай жазатын боламын. Ендігіден бұлай есіңізде болсын.
қысқартып жазамын. Және мен жалпы соманы қанша уақытта екенін анықтау үшін 100-ге көбейтіп аламын. Себебі мен қалдық бөлігін тастап отырмын. Және мен не жасаймын? Пайызға қойып отырамын. Енді ары қарап әр жыл сайын мен пайызын қосып отырамын. Пайызын қосып отыру үшін пайыз деген бар, әдетте былай болады, қараймыз. X қосылған X тең дейді, былай. X тең X қосылған осы X көбейту подемені бөлу 100-ден. Осылай ғой. Енді мен осыны қысқартып алсам болады ма? Мына қараңыздаршы. X-ті жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Сол кезде не болады? Мынаның өзі X-ті жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде бір қалады. Мына жерде менде бір қалады. Қосылған. Мына жерден X шығып кетті. Сол кезде, бір қосылған P бөлінген 100 болады. Осылай ғой. Неге? Мен мынаның бәрін формуланы қысқартып жазып отыр. Енді сіздермен бірге үйренетін боламыз. Яғни, мынаны да былай жазсақ болады біз. Так. Алдық. Енді осы бізде қалдық бөлігін алып тастаймыз деп отыр ғой мына жерде. Қараңыздаршы, неге? Дробный часть копейка отбрасывается. Яғни, қалдық бөлігін алып тастаймыз деген сөз, ол бүтінге айналдырсам, маған жеткілікті екен. Міне осы негізгі әрекетіміз осы. Бірақ бұны мен не істеймін? Циклдың ішіне кіргіземін. Алдын ала тексеру шартын қойып аламын. X-тің мәні бізде Y-тен кіші болса, ол кезде мен не істеп отырамын? Татып отырамын, не бұлар? Және итерацияны қосып отырамын. Қанша жыл екен есептеп отырмын жоқ болмай. И плюс 1 деймін. Яғни әр жылда есептеп отырмын итерациямен. Ары қарап, мынау жерде есептейді менде қай уақытта, егер мына шарт қанағаттанса, мынаны есептеуді циклды қайталайды. Егер шарт қанағаттанбаса, ол кезде менде циклдан шығып кетеді. Яғни нәтижені шығарамыз. Так, енді жыл қанша жыл екен? Енді орындап көрейік. Сақтаймыз. Есепті сақтаған кезде көбіне есептің атымен сақтаған дұрыс. Аккаунтқа мысалға 1129 есептің номері. Ертең іздеген кезде де дәл осымен тауып алатын боласыздар. Орындайды. Мысалға бізде берілген 100 рубль берілген, 10%-дан 200 қай уақытта болады екен? Есептеп шықты 8. Және бірін көрейік. Мысалы 13, 20, 30. 13 рубль беріледі екен, 20%-бенен 60 рубльге қай уақытта жетеді? 9 жыл. Енді тағы бір көрейік. Енді әртүрлі вариант қойып көріңіз керек қой. Мысалы 10 рубль қоямыз. 10%-бенен және қай уақытта 9-ға жетеді. Мінекей, ешқандай жыл өтпейді. Мына 10 рубльдің өзі 9 рубльдан көп қой. Сондықтан бір жылды есептеп отырудың қажеті жоқ. Мына жерде бірден нөлдеп шығарады. Сондықтан осындайда нұсқаларын қарап шыққандарыңыз дұрыс. Енді даже былай жасауымызға да болады. Мысалға аламыз. Ең қарапайым, мысалы 100 рубль қойдық. 1%-бенен 200 рубль қай уақытта болады? 70 жылда 200 рубльге жетеді екен. 1%-бенен. Енді олимпиада есептері болғаннан кейін әртүрлі нұсқаларды тест арқылы қойып керек. Ал енді жіберіп көрейік. Дұрыс емесін. Егер дұрыс болса өтеді, дұрыс емес болса алгоритмді өзгертуіміз керек.
оқып жатыр. Енді алгоритмдерді біз қысқартуды бастаймыз. Көп жаңағы мінеке септет деп шықты. Яғни 10 тест екен, 10 тесттің бәрінен өтті. Міне программа коды қысқартып көріп алсаңыздар болады. Негізінен осындай есептерді түрлендіріп көріңіздер, өзіңіздің нұсқаларыңызды қосыңыздар. Түрлендіріп шығаруға болады. Мысалға мына жерде x, p, y демей, мысалға өзіңіздің аттарыңызды қосуға болады. S, B, T десек те болады. Есеп шығарған кезде өзіңнің есебінен кейін көріп тұрады. Но енді жалпыға бірдей болғандықтан мен үйрету мақсатында бәрінен бірдей шатасып кетпеу үшін жіберіп отырмын. Так, келесі түріне пробежка дейді. Таңғы жүгіруге дені сау адамдар азында тұрып жүгіретін болады. Так, ал бірінші есептің шартын оқып шығамыз. Так, есептің шарты бойынша былай тыңдаймыз. Бірінші күні спортсмен X километр жүгірді. Және әр күні ол өзінің алдындағы күнгі жүгіргеннен 15%-ға артық жүгіріп отырды. Мысалы, бүгін 1 километр жүгірген болса, ертең 1 километр 150 метр жүгіреді. Арғы күні тағы сондай. Яғни 15%-дан қосып отырамыз. Және бізден сұранады, қай күннің номерін көрсетуіміз керек, Y километр жүгіретін болады. Осы спортсмен. Осы Y-тен кіші болмау керек, асып кетуіне болады, бірақ кіші болуға болмайды. Алдындағы есепке ұқсайды екен, пайызға. Бірақ бұл жерде бізден не сұралады? P берілмеген, P-ны автомат түрде 1,100-100-15 деп аламыз. 1,100-15. 15% ғой. Енді енгізу форматында бізде x-ан беріледі екен. Так, вещественный. Бұл жерде біз float-пен алуымыз керек. Біз int-пен алған едік алдында, яғни бүтін деп. Яғни қалдық бөлігін алып тастаған едік. Мына жерде қараңыздар, x пен y мәнін беріледі, олар 1000-нан аспайды. Және шығаруында қай күні y километр болатынын осы күннің номерін шығаруымыз керек. Мысалға, бүгін 10 километр жүгірсе, неше күннен кейін 20 километр болады деп тұр. Алдындағы есепте 100 рубль салады, 10%-бен делінген еді. Және 200 деген еді. Ол кезде бізде 8 болған еді. Енді мына жерде 1,5, яғни 15% қосылып отыр. Осыны ескеретін боламыз. Так, ойланыңыздар. Ойлар жасаймыз. Түрлендіруге болады. Яғни мына осы алдындағы алгоритмді алсам да болады, болмаса жаңадан құрсам да болады. Енді осыны алып түрлендіріп көрейік. Өзгертіп көрейік. Не айырмашылық бар екен? Айырмашылығы бізде берілгені, x-ан берілгені, x және y берілген. Бұны алып тастаймын. Және берілген бойынша бізде, мына жерде қараңыздар, 2 положительный вещественный дейді. Яғни вещественный float болады бізде. Ары қарап x, y-тің мәні қажет емес. Менде нақты сандар болғаннан кейін мен оны 100%-ға көбейтіп отырудың қажет жоқ. Енді тек осы шарт қай уақытта дейді, қай уақытта. Енді былай қойсам да болады, неге? Яғни x, y-тан кіші болған кезде ағырап мен не істеймін? Мына жерде формуланы пайызға бөліп отырмайым. Және бүтін мәні керек емес маған. Тек қана не істеймін? X-та көбейтем 1,15-ге.
және итерацияға бірді қосып отырамын. Алдындағы есепте дәл, бірақ 1,15-ке көбейтіп отырамын. Иә. Енді қысқарту бойынша мінекей мына былай жазамын, сіздерге түсінікті болу үшін. Формуланы қысқартып жазуды үйрендік. Енді орындап көрейік осы есепті. Ұқсас есептер жылдам орындалады. 5 дейді. Неліктен? Неліктен 5? Мына бірінші күні жүгірген ғой. Мен 0-ден бастап кеттім. Бірінші күні жүгірген. Бірінші күні x болады ғой. Иә. Мен 0-ден бастап жүрдім. Иә. Енді көрейікші. Так. 10, 20 дейміз, 6 күн. Жақсы. Келесі. Так, 1 километр жүгіреді бірінші күні, кейін 1000-ға қай күні. 50 бар. Өте жақсы. Келеді ғой. Келіп тұр, Иә. Енді тағы алдындағы есепті көреміз шартты. Егер x-іміз y-тан үлкен болса, ол кезде қанша болады екен? Мысалға, 20 километр жүгіреді бірінші күні, қай уақытта 10 километр жетеді. Яғни, бір күні 20 километр жүгіреді, келесі күнді есептемейді ғой. Яғни, осы 20 километр жүгірген, бір күнде осы 10 километр жүгіріп қояды екен. Міне, алдындағы есепке ұқсайды екен. Бірақ, бұл жерде орындалатын әрекеттеріміз аз екен. Бірінші есепті түсінсек, мына екінші есеп осыған ұқсас. Оңай. Жібереміз. Бізде тесттен өтті. Так, қанша пайыз болады екен көрейік. Wrong answer дейді. Яғни 9-шы тестті дұрыс емес дейді. Енді шартты қайта көреміз. Шартты көреміз дейді. Не дейді? Шартты көреміз. Шартты көреміз. Шартты көргенде. Немене дейді? Тең деген мына шарт алмаппыз ғой. Жоқ. Енгізу. Қай уақытта? Кіші болса, тең болса тоқтап қалу керек. Онға 11 күнде дұрыс. Шартында бір неге болып тұр қазір мен. Кішкене ойланып көрейікші. Жылқылауымызға потанның число. Бүгін есептеуінде мен flow. Мынаны мен алдым ғой. Мына метрмен болады, соны мен километрге айналдырайын. Яғни бұл жерде қалай қылсам болады? Жақсы, мына көптеген есептерді шығарған кезде дәл есептемейді. Мысалға, x-тің мәнін шығарып көрейікші мына жерде. X-тің мәнін шығарып print x қазір. Екеуінен қазір көріп тауып аламыз. Нетеліп қателетеді.
мысалға 1 берілген 100-ге. 34 күнде болды. Асып кетті. Olsam milyon болады. Ama 5 olsam 300 milyon. Мүмкін екеуінің айырмасын аламыз, онда қоя тұрмыз. Былай алып көрейін бе? Егер деймін, және екеуінің айырмасы так, егер азайту x-тің мәні мәні 0,100 миллионнан бір деп көрейінші. Мыңнан бір деп көрейін. Болса. Ол кезде қандай болады? Бір кірейін. Так, мынаны алып тастаймын енді. 9-шы тесттегі 9-шы тест қандай екен? Енді есеп бірден шыға бермейді. Сол үшін осындай аздап нюанстар болады, осыларды қарап шығуымыз керек. Мінекей. Яғни қалдықты есептеуіміз керек екен, осы қалдық екен. Яғни 1000-нан бір біз айырмашылықты есептедік қой. Айырмашылық осындай болып қалуы мүмкін екен. Программа коды, әдемілік жазып алыңыздар. Және түрлендіріп көріңіздер, өздеріңіз. Басқаша болып шығады. Онdan батысек кетер екен. Километрге алып. 100-ден 1-ге кету керек, 100-ден 1-ге. Әлде де қысқарт көрейік қане. Қысқарт көрейік программа кодын. Аларым кеп. Енді 1000-нан бір дедім. Себебі 0,5 қой. Мен көбейтіп жасқам. 100-ден 1. Accepted дейді. О, алды. Яғни мына жерде қалдық бөлігі, осы қалдық бөлігі екен ғой, есептемей тұрған. Жадыда азайды. Біз мына көбейткен кезде floatқа көбейтеміз ғой. Сол мәні сәйкес келмей жатыр. Мысалға, ол тек қана бізде бүтін сан емес, бөлшек санда беріледі. Арнайы бөлшек сандарды есептеген кезде дұрыс болмай қалып жатыр екен. Мысалға қараңыздар. Жан дейміз біз. Біз былай беріп жатырмыз, мысалға 50 деп. Бұл жерде былай берілуі мүмкін, мысалға. Бір 15 десек. 2 күн. 2 былай берсек ше. 2 14. 2 күн. 2 күн. 4. 2 күнде жүрген дұрыс.
себебі 1,15 кіші ғой. 1,50 4 күн кетеді дейді. Иә. Дұрыс. Тағы бір енді қиындау бір не берейін. 1 және 1,5 2 күн деп тұр демек. Мынау 2 күн деген дұрыс емес. Себебі мынау артып кетіп тұр, көрдіңіз ба? Мынау үшін және бір жүгіреді. Бірінші күні 1 километр жүгірді, екінші күні мынандай жүгірді. Үшінші күн. Демек, мына жерде программа дұрыс не? Мынау міне бізде жаңа бөлшек бөлігін дұрыс есептемей тұр. Осы екен бізде ана алдындағы тестте қате болып тұр. Мына жерде қате болды ғой бізде. 9-шы тестте. Осы қалдық бөлігін таптық. Енді есепті құрған кезде осындай несін әртүрлі нұсқаларды беріп көресіздер тестке. Сөйтіп, мындай кемшілігін табуымызға болады екен. Жақсы. Мына бізде бірінші не болатын? Негізгі бізде өткен неміз программа коды. Осыны қарап шығыңыздар. Түрлендіріңіздер әртүрлі болып. Так, енді ең соңғы есеп қалды. Бүгінгі сіздермен тақырыптың соңғы есебіміз бізде сумма максимума и минимума дейді. Ұзын екен. 26% есеп. Қане, есептің берілген дұрыс оқып шайықшы бірінші. Сумма максимума и минимума. Так, оқып шықсақ енді алгоритм құрайық. Бірінші, берілгені бойынша қараймыз. Бізге қандай да бір не беріледі екен? Тізім беріледі. Массив дейді. Осы жердегі сандар тізімінен бұл жерде бірден басталады екен. Бірінші, екінші, үшінші деп. Әдетте Python'да 0-ден басталады. Соны ескеріңіздер. Тізім берілсе 0-ші, 1-ші, 2-ші деп басталады. Және ұзындығы мысалы n болса, бұл жерде ең соңғы индексі n-1 болады. Соны ескеріңіздер. Енді бізге берілген тізім бойынша жұп номердегі элементтердің үлкенінен максимумге қосуымыз керек. Тақ элементтердің минимум қосуымыз керек. Енгізуінде бізде не дейді? Енгізуінде бізде 2-ден бастап 2 көбейту 10-ның 5-ші дәрежесі дейін бүтін сандар беріледі екен. Және оның модуль бойынша 10 мыңнан аспайды. Яғни минус 10 мыңда болуы мүмкін. Минус 9 мың болуы мүмкін. Осыны ескереміз. Так, шығару форматында бізде не шығаруымыз керек? Мына жердегі максимумнан, яғни жұп элементтердің максимумнан тақ элементтердің минимумын екеуін қосындысын шығаруымыз керек. Қараймыз. Бірінші 1 дегеніміз бізде тақ қой. Тақ элемент. Номері тақ. Ал мұны жұп. Осылардың ішінен үлкені бізде 2, кішісі 1. Енді екінші есепті қараймыз. Екінші тестта есебіміз. Так, бізде берілген индекс бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші. Енді бұл жерде жұп қатардағы, қараңыздаршы, жұп қатардағы бізде максимумы неше? Минус 4 пен минус 4 2-нің арасынан. Үлкені бізде минус 2 болады.
Ал мына тақ элементтердің ішіндегі минимумы бұл бізде 1 болып тұр. Яғни минус 2-ге 1-ді қоссақ, минус 1 шығады екен. Есептің шарты түсінікті, бұл жерде енді қараңыздар, берілетін сандар 2 болуы мүмкін, немесе одан жоғары. 2 көбейту 10-ның 5-ші дәрежесі дегеніміз бізде 200 мың сан берілуі мүмкін. Осының ішінен шығаруымыз қажет. Так, берілген тізім беріледі, сондықтан мен мына өшіріп жаңадан құрам программа. Программаны жаңадан құрамыз. Қалай құрамыз? Тізім беріледі. Тізімден қалаған немен алуымызға болады. Мысалы, мына жерде А деп алған. Мен тізім деп алсам да болады, немесе сан деп алайыншы. Сан, лист. Тізімді алдым. Енді мен бұның ұзындығын анықтауым керек. Ұзындығын анықтауым үшін n деп алайын. Len операторын пайдаланамыз. Сан. Ары қарап, қараңыздар. Мына жерде максимум табу үшін мен жұп элементтер табуым керек. Мына жерде минимум табуым керек. Сондықтан 2 массив ашып аламын өзіме қажетті. А деп тізімді ашып аламын. Және Б деп алайын. Яғни, мынау менде А болады, мынау менде Б болады. Осыны ескереміз. А және Б. А дегеніміз қараңыздар. 1-ден басталады, 1, 3, 5 деп. Ал мына жерде Python'да бізде 0-ден басталады. Сондықтан мен өзгертпей қойын. Қосу 1 деп жүрмей қойын. 1-ден мына жердегі А тізімнің минимумын аламын, Б-ның максимумын аламын. Болды. Осы айырмашылық. Осы анықтайтын боламыз. Енді итерацияны алып алсам болады, мен и тең не деп аламын? 0-ден бастаймын. Так, while и кіші n-нен. Осындай болса, мен әрбір элементті алып отырам. Жеке-жеке. Егер деймін, и индексіміз бізге жұп болса, жұп деген менде тақ болады, ол кезде мен А-ға қосым керек. Мен 2 қоймын, 2-ке бөлген кезде 0-ге тең болса, ол кезде А массивке қосам. А массив, append, қосам, сан, индексі и. Әйтпесе, Б индекске қосам, else, Б массивке қосам, Б, append, сан, и. Енді осы екеуін шығарып көрем мен. Не болды екен? Так, print деймін. А, және print. Орындаймыз. Мысалы, мен мынаны алайын, ой, сақтан керек қанға. А, қамма па, қанша 272-ші есеп. Так, мынаны алайын мен бірінші. Берілгені 1, минус 2, 3, минус 4, және 5, және минус 6 деп көрейін. Енгіздік. Итерация қайтпай тұрғы. Дұрыс. Итерациямен қайталап тұрғын кеттім. Итерацияны қоймаппын. И деп қайталап тұрғы. Мына жерде көрдіңіздер ма?
Unutпаңыздар, сондықтан мен ұмытып кетіппін. Иге бірді қосып отыру керек қой. Себебі n-нен асып кетуі мүмкін. Окей. 1 минус 2, 3 минус 4, 5 және минус 6. Окей. Яғни менде тақ элементтер, тақ орындағы, мынау жұп орындағылар. Мінекей, мына жерден мен не істеймін? Мына тақтардың минимумын аламын, жұптардың максимумын аламын. Не? Максимум бізде минус 2-ге тең, мынада 1-ге тең. Енді екеуінің айырмашылығын аламын, қосамын. Екеуінің айырмашылығын аламын, қосамын. Так, print деймін. Максимум b қосылған минимум a. Так, жіберем ба? Қазір көрейін. Тексеріп көрейін мен бірінші. 1, 2 берсін, маған 3 шығу керек. Мынау қажет жоқ менің ортасында. 3, мынау қажет жоқ дұрыс. Жіберсем қате болатын еді қазір. Келесін алып көрейін. Берілгеніміз 1, минус 2, 3, минус 4, және 5. Минус 1 кеткен, өте жақсы. Енді осыны жер көреміз. Исходный код решение деген жерге қоямыз. Көшіріп, отправить дейміз. Программа кодын көріп алсаңыздар болады. Өтті. Қарапайым. Өте. Итерацияны ұмытып кетіппіз, біз жаңа иге бірді қосып отыруды. Бұл да бізге сабақ болады. Себебі келесіде осындай итерацияны қосуды ұмытпаңыздар. Мына жерде қараңыздаршы, бізде маған есептеп отырған тек егер жұп орында болса, оны мен A массивке қосамын, тақ орында болса, әйтпесе B массивке, және белгілеген бойынша B массивтегі үлкенін A массивтегі кішісіне қосамын. Есептің шарты бойынша тек қана осы. Сізде мына тізімді енгізуді көріп алыңыздар жақсылап, және тізімді алған кезде тек жақшаның ішіне жазасыз екенбіз. Жақсы, бүгінше осы. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Есептерді шығарып жүріңіздер. %88% болып қалды ма? 100% болды. Мінекей есептер осында 100% шығып отырған өте жақсы болады. Қараңыздар. Сұрақтар болса. Сұрақтар жоқ болса, онда келесі кездескенше сау болыңыздар. Есептерді қарап, шығарып түрленіп жүріңіздер.